Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 4-ші сабақ. Қасиетті мекенім, Ақтауыл хан. Баяғыда бір батыр болыпты. Оның ерлігі бәрінен асыпты. Ол батырдың аты Ақтауыл екен. Оның қаһарынан, яғни қабағынан жау қаймығыпты. Онан жаулар қорқыпты. Бірақ Ақтауылдың елге жамандығы жоқ екен. Керісінше аш-жалаңаш жұртты қолдапты. Сөйтіп, Ақтауылдың еңбегі халыққа жағыпты. Халық оны хан қылыпты. Бір күні Ақтауыл хан қатты ауырады. Ешбір асқа тәбеті шаппайды. Ойын-сауыққа да зауқы соқпайды. Ешқандай көңіл күйі жоқ. Сосын бір тамыршы келіп, Ақтауыл ханды қарайды. Ол айтады, Ақтауыл ханның денсаулығына аса қауіпті ештеңе жоқ. Хан иемді ұлы теңіздің жағасына апарып, теңіз самалымен емдеу керек дейді. Айтты бітті, ұзақ жол жүріп, Ақтауыл ханды ұлы теңізге алып келеді. Бұл жердің таза ауасы, гүл жазирасы дертті ханның көңіліне шықпайды. Ақтауыл хан бұрынғыдан бетер арықтап кетеді. Одан соң тағы бір емші айтады. Хан иемді сонау үнді жағалауына алып бару керек. Сол жердің самал ауасы, ән сәзі бұл кісіне дертінен айықтырады дейді. Сөйтіп, ханды үнді еліне апарады. Айтса айтқандай бұл ел шынымен де керемет екен. Бірақ бұл үнді елі де Ақтауыл ханның көңілін таба алмады. Ақтауыл ханның еңсесі онан сайын түседі. Көңіл күйі көтерілмейді. Және асқа тәбеті де болмайды. Онан соң тағы бір білгір емші келеді. Ол айтады, ханды сонау батыстағы Қап тауына жеткізіңдер. Сол жердегі дертке шипа жер асты ыстық суымен емделсін дейді. Хан солай қарай жүруге әмір береді. Ұзақ жүріп, ақыры Қап тауына келеді. Аспанмен таласқан таулар ханның есін алады. Яғни хан таң қалады. Жер асты ыстық суы ханды рахатқа бөлейді. Бірақ бұл да ұзақ болмай шығады. Хан қайтадан арықтап кетеді. Ақыры ақ ордасына қайтқан хан нөкерлеріне айтады. Осы елде білгір емші жоқ па деп ақырады. Ал нөкерлері жүгіре жөнеледі. Сөйтіп, бір сақал шашы аппақ қудай бір қартты алып келеді. Олар айтады, шын емші болсаң, ханның дертін тап деп айқайлайды. Таппасаң сорың қайнайды дейді. Қарт ханның тамырын ұстап отырып айтады. Хан ием, сіз жаугершілікпен жүріп, ер үсті ат жалында ұзақ жыл жүрдіңіз. Енді сіз үшін оның ешқандай қызығы жоқ.
Енді бір қызық болса, өз туған жеріңіз ана құрсағынан шыр етіп түсіп, алғаш қадам басқан жеріңіз қызық шығар дейді. Сосын хан айтады, менің туған жерім бе деп аңырап қалады. Сонау Тозғантау маңындағы тар қуыстағы ескі жұрт па? Мейлі, оны да көрелік, апарыңдар мені сонда дейді. Сөйтіп Ақтауыл хан Тозғантау қуысындағы шағын қыстаққа келеді. Туған жерін көргенде ханның жанарына жас үйіріледі. Көкірегінде әлде қандай сиқырлы әуен күмбірлеп, ән айтқысы келгендей болады. Бей-берекет шашылып жатқан қара таста, сылдырап ағып жатқан ақ бұлақ та тым ыстық көрінеді. Сол баяғы бала күндегідей бұлақ басындағы қос шынар әлі көктіреп тербеліп тұр екен. Ақтауыл ханның қуанышы қойнына сыймай өте қатты қуанып кетеді. Ол ақ күймеден атып шығып, балаша мәз болып айқай салады. Жүгіріп барып, кішкентай бала қойшыны құшақтайды. Ақтауыл хан Ақбұлаққа жетіп, етпеттей жатып, Кәусар суынан ішіп алады. Ал нөкерлері болса, хан ақылынан адасты деп ойлап, шошып қарап тұрады. Бір кезде хан айтады, естеріңде болсын, туған жердің самалын ешқандай ұлы теңізінің самалы ауыстыра алмайды. Туған жердің ауасына, әуеніне, мың үндінің әуені де жетпейді. Осыны естеріңе ұстаңдар деп күймесіне отырады. Ал енді Ақ Ордаға тартыңдар дейді. Сөйтіп Ақтауыл хан ауруынан құлан таза жазылыпты. Осыдан соң туған жерінде ұмытпай, жиі-жиі келіп тұратын болыпты. Оқушылар, сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.